Бәріне сәлем. Менің есімім Майша. Мен Modern Teachers Академиясының 3-ші курс студенті боламын. Мен сіздерге қазір бойынша компьютердің конфигурациясымен таныстыратын боламын. Ендеше кеттік. Жалпы компьютер сөзімен бірінші танысып алайық. Компьютер сөзі ол бізде компьютер сөзінен шыққан есептеулер дегенді білдіреді. Яғни компьютер сөзі есептеулер деген сөзден шыққан. Есептеулерді жүргізуге, ақпарат алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдауға, қайта өңдеуге, сақтауға және нәтиже шығаруға арнайы арналған құрылғы деп біз компьютерді айтады екенбіз. Яғни жалпы компьютер есептеулер болса, компьютер ол бізде осындай операцияларды орындайтын құрылғы екен. Одан кейін бізді қазіргі таңда оның негізгі қызметі есептеу емес, басқару болып табылады. Себебі бұрындары тек қана өздеріңіз білетіндей, тек қана есептеулер бойынша үлкен құрылғыларды пайдаланған. Қазір біздер көптеген нәрселерді осы компьютер арқылы басқарып қолдана аламыз. Өзімен бірге есептеулерді жүргіземіз, бірақ көбіне осы басқару әдісін пайдаланамыз. Одан кейін компьютердің негізгі түрлері бар. Олар бізде үстелдің компьютерлері бар, ол дербес компьютер біздер қолданып жүрген, обычный. Одан кейін ноутбук, моноблок, нетбук, ультрабук. Бізде ноутбук ол біздің қолданып жүрген сумкаға салуға ыңғайлы ноутбук. Одан кейін моноблок деген бар, ол только өзінің клавиатурасымен дегенде компьютермен ғана болады. Қалған нетбук пен ультрабук ол ноутбуктардың бір түрі деп ала аламыз. Яғни дербес компьютерді біз осылай 3 бөлікке бөліп қойдым. Біз көріп жүрген обычный компьютерлеріміз, монитор, клавиатура и блоктан тұрады. Келесі, жалпы біз компьютерді 2 бөлікке бөле аламыз, hardware және software деп бөле аламыз. Яғни hardware'ны айта аламыз. Ең бірінші осыған тоқталсақ, hardware ол ақпараттық құрал, жалпы ол қатты темірден тұратын және көрінетін бөлігін айта аламыз. Бұл жерде айтады, бұл компьютердің физикалық қолмен ұстауға болатын бөліктері. Мысалға, процессор, жедел жады, қатты диск, аналық плата, монитор, мына жерде суреттерде көрсетіп қойдым. Яғни біз оларды қолмен ұстап сезе аламыз, и олар не істейді деп ала аламыз. Олар не істейді деген сұрақтарға қарасақ, ақпаратты өңдейді, сақтайды, көрсетеді. Бұл темір заттарсыз компьютер мүлде жұмыс істемейді. Яғни жалпы алсақ, бұл темір заттарсыз компьютердің бізге қажеті болмайды, өйткені біз оны ұстап сезе алмаймыз, и көзге көрінбеген, білмейтін нәрсені біз пайдалана алмаймыз, и егер де түсініксіз болып жатса, бізде жалпы барлық нәрсе қолмен ұстағанымыз бұл hardware компоненттерді ала аламыз. Жалпы өздеріңіз түсінетіндей телефон, планшеттерді осы компоненттерге жатады екен. Одан кейін software деп біз қазір нені аламыз? Software ол бағдарламалық жасақтамаларды аламыз, яғни программалар, олар компьютердің ішінде көзге көрінбейтін бөліктеріне. Бұл компьютерде орнатылған және жұмыс істейтін бағдарламалар, оларды ұстай алмайсың, бірақ оларсыз компьютер пайдасы темір болып қалады. Яғни бізге жаңа айтқан сияқты software-ді, hardware-ді екеуі бірге жақсы жұмыс жасайтынын түсінеміз, Осы жерде мысалға ала аламыз. Яғни ол операциялық жүйелер біздер қазір қолданып жүрген олар Windows, Mac OS болуы мүмкін, немесе Linux болуы мүмкін, немесе қолданбаларда Word, Excel, сіздер мысалы компьютерді ашасыздар, бірақ оның ішінде жасайтын жұмыстарыңыз жоқ болса, ол өте қиын соғады, сіздер ноутбук ашқан кезде мүмкін сіздермен Wordпен жұмыс жасау керек, и Word бізде software болады да, и ол сізде болмаса, сізге ноутбук қажет болмауы мүмкін деген сияқты, Тіпті телефондағы қосымшалар, Instagram, мына жердегі WhatsApp барлығы осы softwareға кіреді екен. Яғни жаңағы не істейді деген сұраққа келсек, ақпараттық құралмен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Мысалы, сен пернетақтамен тақтамен әріп басқанда ол сигналды операциялық жүйе арқылы экранға көрсетеді, Жаңа hardware арқылы біз пернетақтаны басамыз, бірақ операциялық жүйелер арқылы ол бізге экраннан шықпаса, оны басқаннан біз ешқандай нәтиже көрмейді екенбіз, Одан кейін келесі дербес компьютердің ішкі құрылғыларына келетін болсақ, олар бізде аналық плата, процессор, жедел жады, қатқыл диск, пернекарта, дыбыстық карталар, желілік адаптер, кулер және блок питания. Осыларды қазір біз подробнее бәрін ашатын боламыз. Бізде келесі жаңағыларды енді жеке-жеке ашайық, Олар бізде
Бірінші аналық плата. Аналық плата ол бізде процессор орнатылатын дәл үлкен тақтайша деп ала аламыз. Яғни бұда барлық ақпараттық құралдар, барлық сымдар, барлығы осы жерде орналасады. Яғни бір-бірімен байланысты осы аналық платада орналастырады. Яғни айтып өткеніміздей, компьютердің басы, тақтасы, барлық құрылғылар осыған қосылады, иә. Айтып өткенімдей, басқа бөлшектердің орталық байланыс орны деп ала аламыз. Мысалға, мына жерде қызық мысал жазып қойдым. Бәрі бір автобуста, яғни ала аламыз аналық платаны сол автобус деп. Мысалы, сіз автобусқа міндіңіз, и сіз каким-то образом басқа адамдарға, если толып тұрған болса, олармен бір связыңыз болады, иә. И сол сияқты сонша көп адамдар көтеріп баратқан автобус сияқты, сонша көп құрылғыларды өзімен көтеріп баратқан аналық плата деп ала аламыз, иә. Одан кейін процессор. Процессор бізде осындай күйде келеді. Ол бізде орталық өңдеу құрылғысы. Біз бұны компьютердің миы деп ала аламыз. Барлық есептеулер мен тапсырмаларды осында орындайды. Және де бізде процессор қаншалықты қуатты болса, компьютерде соншалықты жылдам жұмыс жасайды. Мысалға, адамның миында біздің миымыз бәрін ойланып, бізді басқарады, иә. Сол сияқты бұл компьютердің миы деп ала аламыз. Одан кейін жедел жад. Бізде жедел жад осы екіге бөлініп келеді, яғни екеуі де бірдей үнемі бірге жүреді. Ол бізде RAM, ақпаратты уақытша сақтайды. Жедел жад, айтып тұрғандай, жедел жад уақытша сақтайды. Осылай ассоциация жасасаңыз болады. Одан кейін компьютер қосылып тұрған кезде ғана жұмыс жасайды. Айтып өткеніміздей, яғни компьютер өшкен кезде жедел жадтан да ақпараттар өшіп кетеді екен, иә. Көбірек RAM көп тапсырманы қатар орындауға мүмкіндік береді. Яғни компьютер қосылып тұрған кезде бірқатар жұмыстарды өзіне сақтай алады, бірақ өшкеннен кейін сақтай алмайтынын ескеру қажетпіз. Одан кейін үстел үстінде қағаз, керек нәрсе алдымызда тұрады. Осындай бір мысал арқылы өзімізге жедел жад арқылы да, яғни қағаз деп алдыңызда тұрған затты көріп тұрсаңыз, ол сізде уже жедел жад болып саналады деп айтамыз. Одан кейін қатқыл диск. Қатқыл дисктер бізде бұл жаңағы жедел жадқа қарама-қарсы деп алсақ болады. Неге? Өйткені деректерді ұзақ уақыт сақтайтын құрылғы болып табылады. Ол операциялық жүйелерді, ойындарды, файлдардың барлығы осында сақталына алады. Одан кейін SSD және HDD бар. Екі бөлігі. SSD ол жылдам, HDD арзан бөлігі, иә. Оны біз алдағы уақыттарда талдаған кезде толығымен ашамыз. Неге ондай екендерін. Мысалға, шкаф немесе сөмке. Бәрін ішіне бәрін сақтаймыз, иә. Яғни ол жаңағы жедел жад сияқты алдыңызда тұрған қағаз сияқты емес, иә. Оны салып алып, оны сумкада сақтай аласыз. Жаңағы қағаз ол кейін ол жерде болмауы мүмкін, иә. Ал сіздер сумкаларыңызда ол өздеріңіз естісеңіздер біраз уақыт сақталады деген сияқты, иә. Одан кейін бейнекарта. Бейнекарта айтып тұрғандай біздің видеоларымызға, мониторға шығатын ақпарат, видео, фотолардың барлығына интерфейске жауап береді. Яғни графиканы, бейнені, ойындарды өңдейді. Компьютер экранындағы суреттерді жасап көрсетеді. Ойын, монтаж 3D үшін өте маңызды. Яғни бейнекартаның жады көп болатын болса, сіздер көбірек бейнекарталармен, бейнелермен, видеолармен жұмыс жасай аласыздар. Одан кейін дыбыстық карта. Дыбыстық карта тоже аты айтып тұрғандай звукқа жауап береді, яғни дыбысқа. Дыбыс шығару және жазуға көмектеседі. Одан кейін колонка мен микрофонмен жұмыс істейді, яғни сіздердің компьютерлеріңіздің микрофонына, оның дыбыстың дұрыс жазылуына, барлығына жауап береді. Біздің адамның құлағына ассоциация жасай аламыз. Яғни біз құлақ арқылы естіп білеміз, яғни компьютер бізде осы дыбыстық карта арқылы естіп біледі екен. Одан кейін желілік адаптер. Желілік адаптер ол бізде өзі айтып тұрғандай желі, яғни интернетке қосылуға мүмкіндік береді. Wi-Fi немесе кабель арқылы жұмыс жасайды. Компьютер желіге қосылмаса, бұл құрылғыда істемейді. Телефондағы Wi-Fi-ның антеннасы сияқты деп аламыз. Одан кейін кулер. Кулер бұл бізде вентиляцияға жауап береді. Яғни мына жерде көріп тұрғандарыңыздай вентилятордың суреті бар. Осы арқылы түсінсек болады, яғни ол бізде компьютерді қысып кетуден сақтайды, иә. Процессор мен басқа бөліктерді сақтатады. Қызудан қорғайды. Компьютер тым қысса істемей қалады, яғни компьютерге қарсы бола алмайды, иә. Қызып кеткен жағдайда бұл да өз жұмысын тоқтатады. Одан кейін желдеткіш компьютерде тегілетпей тұрады, иә. Осындай бір мысалдармен түсінсек болады. Одан кейін блок питания.
Блок питания ол біздің зарядкамыз сияқты ғой. Яғни электр қуатын компьютердің барлық бөліктеріне таратады. Процессор, құрылғылары, видеокарта, диск сияқты құрылғылар қуатты осы блок питаниядан алады екен. Мысалға, телефонды зарядтағыш сияқты бар компьютердің ішінде орнатылған. Осы арқылы біз түсіне аламыз. Бізде мына жерде анық қуаты стерео көрініп тұрғанындай, осы жерде жадтар өздерімен тұратын жерде процессор орнатылады, қалған мынау сыртқа шығып тұратын біздер USB, мысалы флешка, солардың бәрін осы жерлерде жалғай аласыздар. Сонымен барлықтарыңызға рахмет. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі кездескенше.